Ассалаумағалейкум жігіттер, каналға қош келдіңдер. Бүгін қыздармен неге жолың болмай жатқаны туралы айтып түсіндіретін боламын. Өйткені жасы 35-ке келіп, 38-ге келіп, енді бізде патологын қойған 38-ге жігіт болды. Әліге дейін үйленбеген, жағдай жасап алайын, жүріп алайын, пока ақша табайын, анау мынау деген идеямен ұзақ жүріп қалып, алданып жүрген жігіттер бар осылай. Немесе сен мысалы қазір жас болуы мүмкін, 20 жастағы, 15 жаста, 18 жаста, енді әркім әртүрлі жастағы жігіттер көреді ғой бізді. Солар ойлауы мүмкін, бізге бұл тақырып әлі ерте ғой деген сияқты. Жігіттер бірақ ерте емес, көп шаруа бітіруге болар еді, бірақ міне жеткен жер осындай дегендей ғой. Сол үшін менің әлі өмірім алда, әлі үлгереміз ғой, жаспыз ғой деген нәрседе сәл қазір уже ойланып қарау керек ол нәрсеге. Өйткені шынымен де уақыт тез өтіп жатыр. Бұрынға қарағанда бір жұмадан бір жұма келіп қалады дегенде. Сол үшін бүгін қыздармен осы болып қалуы мүмкін проблемалардың алдын аламыз. Қандай қыздарға мысалы сұрайды ғой бізде, қандай жігіттер ұнайды қыздарға деп жазады ғой. Мен осы сұрақтың да жауабын алатын боласың. Сол үшін видеоны соңына дейін толық қара. Өйткені бұл мына техниканы жасасаң бүйтіп кетесің, сөз айтсаң бүйтіп қаласың деген емес. Бұл сәл бір руханиятпен байланысы болады. Өйткені осы мәселені шешпесең, ананы айта сал, мына шаблонмен жүр деген нәрсе ол шаблон. Өйткені шаблонның бітетін жері бар, содан кейін сен дальше не істеймін деген әңгімеге келеді. Сол үшін жігіттер бүгін өте құнды ақпарат болады. Ешкім айтпаған оны саған, мұғалімдер де, имамдар да, мүмкін әкең де, ағаң да айтпаған шығар. Сол үшін до конца тыңдауға совет беремін. Мынандай нәрсе бар, жігіттер, ол анау пайғамбардың заманынан қарасаң да, пайғамбарымыздың ең ұлы миссиясы не болған? Мен мінездерді өзгерту үшін келгенмін деп айтқан. Яғни пайғамбар намаз оқытқызу үшін, ораза ұстатқызу үшін, немесе бір қажылыққа бару үшін, яғни біз ойлап жүргендей 40 парызды орындатқызу үшін емес, сол 40 парыздың себебімен адамның мінезін өзгерту үшін келген да, яғни мінездерді көркемдендіремін деген. Одан кейін біздің ұлттың үлкендеріне қарасаң, осындай салмақты адамдар, Ахмет Байтұрсын атамыз айтқан, ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деп, немесе ортаға біліммен емес мінезіңмен сиясың деген сияқты сөздер айтып жатыр. Яғни мінезде әңгіменің бәрі мінезге келіп тіреліп тұр да. Енді сенің қыздармен жолың болмай жатса да, ол сенің мінезіңнен негізі. Ол сенің бір білмей қалғаныңнан, түрің онша емес болып қалғаныңнан, бір арық толық болғаныңнан емес кейде. Оның да әсері бар белгілі дәрежеде, бірақ мінезді жігіттер болатын болса, қыздар более оларға көп қарайды. Өйткені неге біз ойлаймыз ғой, бұзық балаларға не үшін қыздар жақсы көреді бұзық балаларды? Өйткені олар мінезді да, яғни оларда мінез бар. Енді мінез деген нәрсені жігіттер басын ашып алайық. Мінез қалай қалыптасады? Шәкәрім Құдайбердіұлы деген ұлы ақын, жазушы, сондай бір хаким болған әулие атамыз айтады. Бірінші, сөзіңді түзе, сөзің ісіңе айналады дейді. Ісің мінезің айналады, мінезің сенің тағдырың дейді. Бірақ бұған біз айналдырып келіп не істейміз? Нені қоямыз? Бірінші ой деген нәрсені қоямыз. Бірінші адамға не келеді? Ой келеді. Мысалға, Альфонстың мысалына келтірейінші, қалай жігіттер Альфонс болып кетеді. Біздің тақырып негізі қыздарға болғаннан кейін осы мысал түсінікті болады. Мысалға, мен бір қызбен кездесіп отырмын қазір. Бір қызды көрдім, бетіне қарадым, сөйтіп маған ой келді. Опана, нағыз маған мені де ұнатып отқан сияқты ғой. Жай мен көрейінші, қолынан ұстап көрейін дедім да, қолынан ұстадым. Сөйтсем ана қыз кетер емес екен, қолын ұстап тұрды. Сонымен жайлап иығына көштім. Иығынан кейін жайлап шашынан ұстадым, мойнынан ұстадым, арқасынан ұстадым, белінен ұстадым, сонымен санынан ұстадым, сонымен кетті в общем. Не болды? Бірінші ой қалыптасты. Мына қызды ұстап көрейін, мынау маған қарап отыр ғой деген сияқты. Ұстап көргеннен кейін не болды? Сөз келді да, сенің қолың әдемі екен, шашың әдемі ұнап тұр, бетіңнен ұстағың келіп тұр, қолыңнан ұстағың келіп тұр деген сияқты. Ойдан кейін сөз келді. Сөзден кейін не болды? Әрекет болды. Одан кейін мен қолын ұстадым, шашын ұстадым, белін ұстадым деген сияқты. Одан кейін не болды бұл нәрсе? Жайлап бір қызды жасағаннан кейін келесі қызға да осындай нәрсе жасағың келеді. Кеше болды ғой, мына қызға да болады ғой деген сияқты. Міне, осылай менің ойым арқылы, одан кейін сөзім, одан кейін ісім арқылы менің мінезім қалыптасып отыр. Яғни мен осылай қыздарды ұстап, сүйіп көріп, айтып көріп, былайша айтқанда альфонс болып кетемін да, осылай менің мінезім қалыптасып қалады. Яғни мен қызғұмар болып кетемін. Тура сол сияқты бизнесте де осындай, тура сол сияқты адамдармен қарым-қатынаста да осындай, тура сол сияқты спортта да осындай. Кез келгенде осы Шәкәрім атамыздың сөзін сала берсең болады. Яғни бірінші ой келеді адамға, ойдан кейін сөз келеді, сөз шығады. Жақсы нәрсе ойласаң жақсы сөз шығады, жаман нәрсе ойласаң жаман сөз шығады. Бірінші ойды түзегеннен кейін сөз, сөзден кейін әрекет, әрекеттен кейін сенің күнделікті сол әрекет қайталана бергеннен кейін сенің сол мінезің айналады, мінезің сенің тағдырың дейді. Енді өзіңе салып қара. Сен қазір қыздармен жолың болмай жатыр, қыздармен сөйлесе алмайсың, танысамайсың, немесе таныссаң оны свиданиеға шақыра алмайсың, шақырсаң свиданияда тупить етесің деген сияқты мәселе болып отыр. Демек, сенің саған осындай бір минус әкеліп отқан, сенің жолыңды бөгеп отқан не нәрсе? Не нәрсе? Сенің дұрыс емес ойың болып тұр ғой, яғни сен дұрыс емес ойлап тұрсың. Бірінші ана қыз мені қазір ұнатпай тұр, ана қыз мені қазір сынап тұр, ол қызға мен өзім лайық емеспін, қазір бұл қызға танысуға болмайды, бұл қыз қазір маған қарамайды, бұл қыздың жігіті бар шығар деген сияқты бірінші ойдан құлап жатсың сен. Яғни сенің ойың дұрыс емес. Ойың дұрыс емес болғаннан кейін сен аузыңнан не шықты? Сөз шықты, ана қызбен барып танысайсың. Ой, брат, ол қыз маған қарамайды ғой, ой, ол қыз ондай күшті ғой, андай ғой, мындай ғой деген сияқты. Не болды? Ойдан кейін сөзің шықты. Сөзден кейін енді барып не істейсің? Сен әрекет істейсің. Яғни сенің әрекетің қандай болады? Ана қызға барып таныспайсың ғой, сен тупо бұрыласың
да кетіп қаласың, иә, басқа жаққа кетіп қаласың, или там қыздың қараса қарамайсың, көзіңді алып қоясың деген сияқты. Яғни сенің уже әрекетің басқаша болып отыр. Одан кейін не болады? Сол әрекет сенде қайталана берді. Ана қызбен де сондай болды, мына қызбен де сондай болды. Сосын не болады? Ол сен мінезіңе айналып бастайды. Сен уже қыздарды көргенде көзіңді автоматически тығасың, барып таныс десе бетің қызарып ұялып қаласың, даусың шықпай қалады. Көрдің ба? Сен өз мінезіңді өзің қалыптастырып жатырсың. Қыздарға қатысты мен саған айтып жатырмын. Яғни сенің мінезің қалыптасқаннан кейін сол сенің тағдырың айналады. Сосын тағдырың деген сенің 35 жас па, 40 жас па, 50 жас па, білмеймін, 20 жас па, сол сенің тағдырыңа әсер етеді. Түсіндіре алдым ба? Просто Шәкәрім атамыз бірге алғанда үшін көрсетіп тастаған. Ойыңды бірінші реттейсің. Сен қазір дұрыс емес ойлап тұрсың қыздар туралы. Қыздардың бәрі жаман деп ойлап жүрсің, или қыздардың бәрі саған қарамайды деп ойлап жүрсің, немесе өзің туралы бір минус ойда жүрсің, немесе өзің туралы наоборот мен кереметпін, қыздардың бәрі маған сынады деп жүрсің, а өмірде олай болмай жатыр, иә. Демек сенің ойың дұрыс емес. Ойың дұрыс емес болғаннан кейін дұрыс емес сөз шығып жатыр аузынан. Ол қыз маған қарамайды, бүйтпейді, сөйтпейді деген сияқты. Одан кейін сенің әрекетің дұрыс емес болып жатыр. Аяқ жағында мінезің сондай чорт болып қалыптасып жатыр, лох болып қалыптасып жатыр, алданып қалатын қыздарға сеніп қалатын, қыздардың бәріне бір лох болып сондай бір не дейді, жемтік болып қалатын жігіт болып қалыптасып қалып жатыр да сенің мінезің. Одан кейін ол сенің тағдырыңа айналып жатыр. Яғни сен по жизни лох болып кетесің одан кейін. Сол үшін осындай нәрсе қайталанбас үшін жігіттер, осындай проблеманың алдын алу үшін бірінші әңгіменің бәрі ойдан басталып жатыр. Енді түсініп алатын нәрсе осы ой қайдан келіп жатыр маған деген идея. Бұл өте ауыр, өте үлкен ауқымды тақырып. Ой қайдан келіп жатыр? Ой жақсы ой келіп жатыр, жаман ой келіп жатыр. Осы ойды сен дұрыс реттей алсаң, сенің аузыңнан дұрыс сөз шығады. Дұрыс сөз шыққаннан кейін сенің әрекетің дұрыс болады. Әрекетің дұрыс болғаннан кейін сенің мінезің қалыптаса бастайды, сен өзіңе сенімді боласың. Сен уже ол нәрсені көп рет істегеннен кейін сен қорықпайсың, иә. Уже ойыңдағыны айта аласың, керегіңді сұрай аласың деген сияқты. Міне сен мінезің қалыптасқаннан кейін сенің тағдырың не болады? Дұрыс болады. Яғни сен дұрыс тағдыр таңдайсың, дұрыс жолда жүресің. Міне адам өзінің тағдырын өзі жасайды деген осы жігіттер. Қысқаша айтқанда бұл қыздар туралы айтып отыр. Бұл схеманы алып бизнесқа да, спортқа да, любой жерге салсаң болады. Демек біздің тақырып қыздар болғаннан кейін біз осы схеманы қыздардың мысалында салып тұрмыз. Сондықтан жігіттер, сенің қазір бірдеңені білмей жатқаның, сенің бірдеңені жасай алмай жатқаның ол білімнен емес. Өйткені біз ютубта осыған дейін қаншама ақпарат салдық, иә, қыздар туралы. Сен соны біліп ал, сен уже біраз жерге бара аласың. Бірақ сен өзгеріс жоқ қой сенде. Сен қанша курсты өттің, бірақ сенде тоже результат болмай жатыр. Демек, не? Сенің мінезің жетпей жатыр деген сөз. Мінезді алып көбісі айтады, тестостерон дейді. Тестостерон көбейсе, жаңағыдай сен күшті болып кетесің, тестостерон көбейсе, сен бұрын істей алмайтын нәрсені істеп кетесің деген сияқты. Оның шындығы бар, бірақ ол аз мөлшерде ғана жігіттер. Тестостерон кейде көтеріледі, кейде түседі. Яғни ол біздің химиямыз ғой, денеміздегі нәрсе, ол үнемі бір қалыпты тұрмайды. Біресе ұйқың қанады, біресе ұйқың қанбайды, біресе настроениең болады, настроениең болмайды деген сияқты. Соның үшін ол тестостерон деген нәрсе үнемі көтеріліп бір неде тұратын нәрсе емес. Ол сен постоянно тестостерон көтеріліп сен күшті болып жүре алмайсың. Ол түседі, көтеріледі. Сол үшін оған да қатты сенудің керегі жоқ. Мен тестостеронды салсам күшті болып кетемін деген нәрсе ол керегі жоқ. Сол үшін бүкіл нәрсені әкеліп тестостеронға байлаудың керегі жоқ жігіттер. Біз жеке жұмыс істейміз, біз онлайн жұмыс істейміз. Сол кезде жігіттердің көбісі айтады, маған тестостерон көтерсем, значит мен күшті болып кетемін, тестостерон көтерсем сенімділігім артып кетеді деп. Оның шындығы аз ғана жігіттер. Тестостерон ол белгілі дәрежеде ғана саған әсер етеді. Одан кейін уже руханият деген мәселе жүреді. Сен жаңа ойың, сөзің, әрекетің, мінезің, осы нәрсе ол мүлдем басқа бөлек нәрсе. Тестостерон деген ол төмен, бірінші класс, екінші класстың тақырыбы. Одан кейін ғана танысу, сөйлесу, бүйту, сөйту, ана апару, мына апару деген сияқты нәрсе, ол да бірінші класс жігіттер. Осы бірінші классты өтпей жатып сен мына тақырыпқа кетіп қалған кейін қиындау болатын шығар. Бірақ мен сол үшін осының бәрін жеңілдету үшін, осыны саған оңай түсіндіру үшін жалпы, былайша айтқанда, тек қана тестостерон көтер, көресің деген нәрсемен емес жігіттер. Тестостеронға байлап немесе бір мына схемаларды үйреніп ал, сосын қыздарға былай айт, былай сөйле, мына жаққа апар деген нәрсемен шектемей, осы жақын арада, алла қаласа, астында төменде ақпарат болады, телефон арқылы бере аласың. Сол жерде біз 2 апталық фокус группа жасап жатырмыз. Ол жерде тек қана жігіттерге арналған, яғни ең сок дейді ол смачный ақпарат болады. Бұл сен қанша жаста болсаң да, 15 жаста болсаң да, 35 жаста болсаң да, 40-та болсаң да, бұл саған пайдалы ақпарат болады. Бұл 15 күндік 2 апталық дейікші бір фокус группа жасап жатырмыз. Бұл жерде тек қана жаңа танысу, сөйлесу дегендей бұрынғы айтылып жатқан ақпараттар емес. Бұл жерде одан жоғарылау, жаңа айтқандай ойыңнан басталатын, сенің басқаны мышлениеңді өзгертіп, сол арқылы сенің тағдырыңды өзгертетіндей дүниелерді, мәселелерді айтатын боламыз. Сол үшін бұл өте терең тақырыптар. Бұл бұдан кейін сен уже басқа курстарға, басқа бір қыздармен болатын мәселелерді басыңды қатырмасаң да болады деп айтсақ болады. Сол үшін Құдай қаласа осындай бір мүмкіндікті жіберіп алмаймын, мен соған қатысқым келеді, мен де сол жерден өзімнің үлесімді алғым келеді. Сөйтіп мен қыздармен болатын емес, жалпы сенің мынау бизнесте, денсаулықта, спортта болатын қарым-қатынастың бәрін реттеп алғың келетін болса, яғни ойыңды түзеп, сол арқылы сен тағдырыңды жасағың келетін болса, онда бұл теңдесі жоқ ақпарат болады, алла қаласа. Толық ақпарат төменде болады. Осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңдар, хабарласыңдар. Руханияттарыңды көтеру арқылы, ойыңды түзеу арқылы, өзіміздің қазақтың психологиясын басыңа сіңдіру арқылы, батыстың емес, сен үлкен мәселелерді өміріңде шешіп ала аласың.
Сондықтан видео ұнаса лайк басамыз, комментарий қалдырамыз, қызығушылық танытамыз. Тек қана сырттан қарап қойып, жақсы ақпарат болды екен, жақсы екен, қазір маған керек емес деп сырттан елемей қоя салатын дүниені жігіттер ондай нәрсені сәл итеру керек. Өйткені қыздарға осындай бір ақпарат айтылса, олар сразу не дейді? Жылы болады, ақпараттың бәрін сіңіріп алады, өздері қатысады, өздері іздейді. Бізге жігіттерге әкеп дайын қылып берсең де, ойланып, толғанып, бола ма, болмай ма, не айтады екен, ол жерде стоит па, не стоит па деген сияқты созасыңдар. Сол үшін сендер қыздар қарамайды жігіттер. Міне, ең сендердің проблемаларың осы, сендер өздеріңе сенбейсіңдер, яғни сендердің ойларың дұрыс емес. Сол үшін осы мәселені шешіп қыздардан бір шаг алдыда жүремін десең, осы сабаққа мен сендерді шақырамын. Ал бүгінге осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, досыңа жіберіп қой.